Ассалаумағалейкум оқырмандарым, бүгін біз ерекше дәмді тағам цуйван, яғни ұнқуырдақ жасаймыз. Алдымен етімізді қуырып аламыз. Ол үшін бізге ет, тұз, бұрыш, сұйық май, су және пияз қажет. Пиязымызды ортасынан бөліп, жарты сақина ретінде турап аламыз. Етімізді орташа бөліктерге бөліп тураймыз. Етімізді турап болған соң ыдысымызға майды құйып, оған пиязды салып, аздап қуырып аламыз. Кейін етті салып, кішкене қызартып қуырамыз. Кейін тұз, бұрыш салып және су құйып, орташа отта қайнатамыз. Етіміз дайын болғанша қамыр жасауға кірісеміз. Ұнымызға тұз, жұмыртқа және су құйып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Қамырымызды илеген соң 10-15 минутқа тынықтырып қоямыз. Тыныққан қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлігін жекелеп илеп, қайтадан тынықтыруға 10 минутқа қоямыз. Енді қамырымызды жаюға кірісейік. Әр бөлікті жұқа етіп, жайып шығамыз. Жайылған жаймамызды ыңғайлы болу үшін 4 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті құрғақ табада лаваш ретінде отқа қарып аламыз. Кептірілген бөліктерді өздеріңізге ыңғайлы 4 немесе 2-ден алып, жіңішке етіп кеспе тураймыз. 4 жаймадан өте мол кеспе шығады. Мен оны 2-ге бөліп, біреуін қазіргі тағамыма қолданамын, екіншісін мұздатқышта сақтап қоямын. Кеспелерді еш қиындықсыз мұздатқышта сақтай беруге болады. Сондықтан бос уақытыңызда молынан дайындап алсаңыз жақсы. Енді табағымыздағы кеспемізге сұйық май құйып араластырамыз. Содан кейін етіміздің бетіне кеспемізді салып, бетін жауып 10-15 минут пісіреміз. Осымен тағамымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Дәмі өте ерекше әрі керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.